Құрметті ұстаздар, бүгін біз қызықты платформа арқылы 5-ші сыныптың көптік жалғаулары тақырыбын ашатын боламыз. Көз алдарыңызда мына жерде сөздер берілген, және төбесінде бізде жалғаулар берілген. Осы жалғауларды біз жалға жаңа тақырыпты ашатын боламыз. Міне, мына жерде мысалы лар берілген. Бізге ларға келетін қарындастар, аналар, мысалы, аналарын басамыз. Кеттік. Қыздар, әкелер болмайды, аталар болады ларға. Келесі, сіңлілер, ағалар болады бізде. Және болды. Енді біз лерді басамыз, лер жалғауын басамыз. Енді бұл жерде лерге әжелер келеді, әкелер келеді, әпкелер келеді, сіңлілер келеді, шешелер келеді. Енді дар жалғауын біз жалғаймыз. Ағайындарға жалғаймыз, ұлдарға жалғаймыз, туыстарға келмейді, қыздарға жалғаймыз. Енді тар жалғау, тарға бізге туыстар және қарындастар. Жаңа қазылдың құрастыру арқылы біз жаңа тақырыпты ашып алдық, яғни көптік жалғауы, соның жалғаулары берілген. Рахмет.